Армысызбы құрметті домбыра үйренгісі келетін жан. Менің ұлттық өнерді насихаттайтын арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздерге көп адамның өтініші бойынша "Көктемде үйленем" атты өте керемет, қазіргі таңда хит болып, тойларда номер бірінші айтылып жүрген әнді сіздерге домбырада толықтай тартып үйрететін боламын. Ендеше міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Және егер сіз менің каналыма алғаш рет қосылып отырған адам болсаңыз, онда видеоның астында тұрған подписаться деген сөзді басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Себебі әр апта сайын осындай хит әндерге жаңа видео сабақтар менің каналымда шығып отырады. Сондықтан барлығын бірінші болып көруге асығыңыз. Осындай қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаның 1 миллион подписчикке жетуге сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Менің арнама енді ғана қосылып отырған адамдар үшін тағы да бір нәрсе айта кетейін. Жалпы менің каналымда домбыраны 0-ден бастап ең жоғарғы деңгейге дейін тартып үйреткен осындай видео сабақтар бар. Егер сіз домбыраны тартуды әлі білмесеңіз, осы видео сабақтарды 1-ден бастап толық көріп шығыңыз, сонда сізге барлығы түсінікті болады. Және осы сабақтардың ішінде өте қиын, көп адам түсіне бермейтін, менен көп сұрайтын екі саусақтап тарту, домбыраның жоғары жағында басу, яғни одан кейін сандық нота, жазбаша нұсқаны түсіну, одан кейін ортаны басу, тез қағысты қағу сияқты қиын нәрселерді осы адамдар көп сұрайды. Егер сіз осы дүниелерді үйренгіңіз келсе, осы аттарды жазып, видео сабақтарды міндетті түрде көріп үйреніп алыңыз. Дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны міндетті түрде білуіңіз керек. Жалпы менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағында тұрған перне бұл 0. Ал мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Осыдан басталады, яғни 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Яғни мен сізге қазір 6-ны бас дегенде 6, 2-ні бас дегенде 2 деген сияқты қай санда айтсам, сол пернені дұрыс басып отырсаңыз болғаны. Сонда сізге барлық ән толықтай түсінікті болады. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ендеше сіздерге әдеттегідей әнді бірінші орындап көрсетейін. Бір шумағын, бір қайырмасын толық орындайын. Мұқият тыңдап отырыңыз. Біздің үйдің мақтаны, өз үйіңнің қонағы, бір сұлу мен бір тойым бар, бір суббота болады. Бар шаруаны сараптап, салып едім мақұлға, жаңалық бар анашым, той болады жақында. Жанымды орап көк белге, жігіт едім от кеуде, хабардар бол ағайын, той жасайын көктемде. Өмір заңы қасқағым, тойда күнді тастадым, көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толықтай тартып үйренгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Дәл қазір сіз үшін әннің сандық нотасын, сөзін көрсетіп өттім, және описание мен комментарийде міндетті түрде сандық нотасы сақталады. Соған қарап үйренсеңіз де болады. Ендеше көктемде үйленем әнін жай темппен үйренуді бастайық. Жалпы бұл әнде 2 шумақ бар, бір қайырма бар. Бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздер. Біздің үйдің мақтаны, өз үйінің қонағы. Осы сөздер домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Жалпы бұл әннің қағысын біз алма кезек қылып аламыз. Яғни бірінші төмен, ең жоғары, төмен, жоғары. Үнемі төмен жоғары қылып шатаспай алма кезек қағып отырамыз. Ендеше бастайық. Жалпы ең алдымен біз деген сөзді екінші пернені бірінші саусақпен басып тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Біз, дің деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс, дің, үйдің, мақ деген 3 буынды біз 6-шы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Мінекей, ал бас бармақ 4-шы перненің жоғары жағында тұрады. Кішкентай саусақпен 6-ны ұстадық, 3 қағыс қағамыз. Үйдің, мақ. Енді та деген буынды айтатын кезде қайтадан 4-шы пернеге барамыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз.
ны деген буынды айтатын кезде қайтадан дәл жаңағы алтыны кішкентай саусақпен ұстаймыз, былай екі қағыс қағамыз. Ны. Осылай. Жалпы біздің үйдің мақтаны деген сөзді біз домбыраға салып қойдық. Енді келесі өз үйінің қонағы деген сөздерді айтатын кезде дәл осыны қайталай саламыз. Сонда былай болады, қарап отырыңыз. Біздің үйдің мақтаны. Осылай болды, я? Енді келесі өз үйінің қонағы деген сөздерді дәл осы әуенді қайталап ойнаймыз. Тек осы сөздерді қойып айтамыз. Сонда былай болады. Өз үйінің қонағы. Осылай. Бірінші қатар сізге түсінікті болды деген ойдамын, өте оңай. Енді екінші қатардың сөздері. Бір сұлумен бір тойым бар, бір суббота болады. Жалпы сіз қазір 6 қатар домбыраға салсаңыз болғаны, сондықтан міндетті түрде соңына дейін шыдап үйреніп алыңыз. Өте оңай ән. Ал енді келесі екінші қатардың сөздері. Бір сұлумен бір тойым бар, бір суббота болады. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Үнемі шатасып кетпей, төмен жоғары қағысты алмай кезек қағыс қағып отырамыз. Енді бастайық. Бір деген сөзді төртінші пенені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Бір. Ең алдымен бір деген буынды төртінші пенені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Бір. Со деген буынды алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Со. Лу мен бір деген буындарды жетінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып, үш қағыс қағып айтамыз. Лу мен бір. То деген буынды айтатын кезде қайтадан алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. То. Йым бар деген буындар дегенді қайтадан жетінші пернені екінші саусақпен ұстап, екі қағыс қағып айтамыз. Йым бар. Келесі бір деген буынды айтатын кезде төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Бір. Суп деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Суп. Бота деген буынды енді жетінші пернені жаңағыдай екінші саусақпен ұстап, екі қағыс қағып айтамыз. Бота. Бо деген буынды енді алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Бо. Ла деген буынды айтатын кезде төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағамыз. Ла. Д деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, екі қағыс қағамыз. Д. Мінекей осымен екінші қатар бітті. Бәрін түгелдей дұрыстап қосқан кезде былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Бір сұлу мен бір тойым бар, бір суббота болады. Осылай. Екінші қатар сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді үшінші қатардың сөздері. Бар шаруаны сараптап, салып едім ақылға. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бар деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Бар. Ша деген буынды екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ша. Руаны са деген буындарды енді төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ екінің жоғары жағында тұрады, осылай. Енді осы жерде тұрып үш қағыс қағамыз. Руана са. Рап деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағамыз. Рап. Тап деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз, қайтадан екі қағыс қағамыз. Тап. Одан кейін са деген буынды екінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Са. Лап деген буынды айтатын кезде қайтадан төртке барамыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Лап. Едім а деген буындарды алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Ал бас бармақ төртінші пернені жоғары жағында осылай тұрады. Осы жерде тұрып үш қағыс қағамыз. Едім а. Қыл деген буынды айтатын кезде төрт ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Қыл.
ға деген буынды айтатын кезде енді қайтадан алтынның кішкентай саусақпен ұстап екі қағыс қағамыз. Ға. Жалпы осымен үшінші қатар аяқталды. Сізге түгел тартып көрсетемін. Жаймен үйреніңіз, мұқият қарап отырыңыз. Бар шаруаны сараптап салып едім ақылға. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі ретте куплеттің ең соңғы төртінші қатары жаңалық бар анашым, той болады жақында. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен жа деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Жа. Ңа деген буынды енді екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ңа. Лық бар. А деген буындарды енді төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Осы жерде тұрып үш қағыс қағамыз. Лық бар. А. На деген буынды қайтадан екінші пернені осы жол бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. На. Шым деген буынды айтатын кезде төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Дәл жаңағыдай екі қағыс қағамыз. Шым. Енді одан кейін той деген буынды екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Той. Бо деген буынды алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Осылай. Бір қағыс. Бо. Лады деген буындарды екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Лады. Жақын деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Жақын. Да деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық ортаны ұстаймыз негізінде. Да. Егер сіз ортаны баса алмайтын болсаңыз, жай ғана ашық 8 қағыс ойнасаңыз да болады. Ол қағысты былай ойнайсыз. Да. Немесе да. Осылай әннің арасындағы пауза болады бұл. Немесе ортаны мен осы видео сабағымда толықтай түсіндіріп өткен болатынмын. Сіз ортаны үйренгіңіз келсе, осы видео сабақты көріңіз. Енді мінекей сіз әп-сәтте әннің алғашқы шумағын домбыраға толықтай салып қойдыңыз. Ал екінші шумағы дәл осы әуен қайталанады. Екі шумақтың әуені бірдей, тек сөздер ауысып дұрыстап орнына қойып айтсаңыз болғаны. Мінекей әннің ортасына да келіп жеттік. Айтпақшы, сіз егер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз, себебі әр апта сайын осындай хит әндерге менің каналымда видео сабақтар шығып отырады. Және де менің каналымның көрермендері 5000-ға жуықтап қалды. Тез арада сол санға жеткізіп тастайық. Ендеше әннің қайырмасын үйренуді бастайық. Қайырма сіз ойлағаннан да өте оңай. Екі ғана қатарды үйренсеңіз болғаны, қалған екі қатар қайталау болады. Соңына дейін көріңіз. Алғашқы қатарындағы сөздер. Жанымды орап көк белге, жігіт едім от кеуде. Осы сөздер домбыраға саламыз. Ең алдымен жа деген буынды біз жетінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Жа. Ным деген буынды айтатын кезде 9-шы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Ным. Ды орап көк деген буындарды біз 11-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ орнынан жылжыған жоқ, 9-ның жоғары жағында тұрады. Енді осы жерде тұрып 3 қағыс қағамыз. Дорап көк бел деген буынды айтатын кезде 9-шы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Осылай. Бел ге деген буынды айтатын кезде енді 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағамыз. Ге. Осылай. Одан кейін ж деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Ж. Гіт деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс. Гіт. Келесі от деген буынды айтатын кезде 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз осылай, бір қағыс қағамыз.
от, кеу деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз да бір қағыс қағамыз. Кеу, де деген буынды айтатын кезде енді ең соңғы буын алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып екі қағыс қағамыз. Де. Міне жалпы бірінші қатардың әуені бәрін түгелдей қосқан кезде былай шығады, мұқият қарап отырыңыз. Жанымды орап көк белге, жігіт едім от кеуде. Осылай түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші қатар өте оңай. Енді екінші қатар хабардар бол ағайын, той жасаймын көктемде. Осы қатарды үйренсеңіз болғаны. Ең соңғысы десек те болады. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен ха деген буынды екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ха. Бар деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс. Бар. Дар, бол, а деген буындарды алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, үш қағыс қағып айтамыз. Дар, бол, а, ғай деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Ғай. Ян деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз да, екі қағыс қағамыз. Ян. Келесі той деген сөзді айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Той. Жа деген буынды айтатын кезде төртінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Жа. Саймын деген буындарды айтатын кезде жетінші пернені ұстаймыз, екінші саусақпен, екі қағыс. Саймын. Көк деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Көк. Тем деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз, бір қағыс. Тем. Де деген ең соңғы буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз да, екі қағыс қағамыз. Де. Мінекей жалпы екінші қатар бәрін түгел қосқан кезде былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Хабардар бол ағайын, той жасаймын көктемде. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Мінекей сіз қайырмада үйрену керек алғашқы екі қатарды домбырада шырқадыңыз. Енді келесі үшінші қатардың сөздері. Өмір заңы қас қағым, бойдақ күнді тастадым. Бұл сөздерді дәл жаңа ғана үйренген бірінші шумақтың бар шаруаны сараптап салып едім ақылға деген сөздерінің орнына қоя саламыз. Яғни әуендері бірдей, тек сөздерін дұрыстап орнына қойып айтсаңыз болғаны. Қайталау болады әуені. Түсіндіңіз бе? Сонда үшінші қатар былай болады. Мұқият қарап отырыңыз. Өмір заңы қас қағым, бойдақ күнді тастадым. Осылай дәл жаңағы бірінші шумақтың үшінші қатарымен бірдей ұмытып кетпеңіз. Енді келесі төртінші қатар. Көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Бұл жаңа ғана үйренген бірінші шумақтың төртінші қатарымен бірдей. Ол сөздер жаңалық бар анашым той болады жақында. Осы сөздердің орнына қайырманың төртінші қатарының сөзін қоя саламыз. Әуендері бірдей, тек сөздерін дұрыстап айтсаңыз болғаны. Сонда қайырманың төртінші қатары былай болады. Мұқият қарап отырыңыз. Көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Мінекей, сіз әп-сәтте әнді түгелдей домбырада шырқап қойдыңыз. Енді сізге түсінікті болу үшін бір куплет, бір қайырмасын жай қағыспен, жай бір рет әуенін сөзін айтпай орындап көрсетейін, мұқият қарап тыңдап отырыңыз. Домбырадағы әуенін бәрібір қайта-қайта тыңдауыңыз керек. Сол кезде дұрыс айтасыз, дұрыс орындайтын боласыз.
сіз жалпы әнді домбырада толықтай үйлендіңіз, енді оның айтылуына, құрылымына 1-2 минут уақыт бөліп, соңына дейін тыңдай кетіңіз. Жалпы ең бірінші айтқан кезде проигрыш деген нәрсе ойналады. Ол жаңа мен видеоның басында тартқан сияқты, ең бірінші сөзсіз әуен ойнаймыз. Ол бізде қайырманың ең соңғы 2 қатары. Соның сөзін айтпай, тек соны тартып қоя саламыз. Сонда осы проигрыш, одан кейін бірінші шумақ, бірінші куплет, одан кейін қайырма. Қайырмада әр қайырма айтылған сайын әнді тыңдаған боларсыз. Ең соңғы қатары қайталанып отырады. Оны 3 рет, 1 рет немесе 2 рет қалағанша айтасыз қайырманы. Одан кейін екінші шумақ, одан кейін тағы да қайырманы 3 рет қайталап, осылайша әуенді аяқтайсыз. Көктемде үйленем атты хит әнді домбырада толықтай шырқап үйрене алдыңыз деген үміттемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, жақсы комментарий қалдырып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыз. Және менің ұлттық өнерді насихаттайтын арнамда 5000-ға жуықтап қалды подписчигімнің саны. Сондықтан соған жеткізіп тастау үшін сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Домбыра тарта алатын адамдар көбейсе екен деймін. Достарыңызбен осындай видео сабақтармен бөлісіп отырыңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Әлі де тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз. Әрбір хит әнді бірінші болып көру үшін, домбырада үйрену үшін қоңырау шаны шақып қойыңыз міндетті түрде. Егер өзіңіз қалап үйреніңіз, домбырада тартқыңыз келетін ән болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Мен оны сізге үйрету үшін барын салатын боламын. Тағы да соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз.